Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 2-ші сынып 28-ші сабақ. Ұзындық, ұзындықтың өлшем бірліктері. Сен ұзындықтың өлшем бірліктерін түрлендіруді, ұзындықтың мәндерін салыстыруды үйренесің. Бірінші тапсырма: суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Таңдау алған өлшеуіш 1 см жолақшаның бойына қанша рет салынады? Өлшеуіш жолақшаның бойына 10 рет салынады. Жолақшаның ұзындығы неше сантиметр? Жолақшаның ұзындығы 10 сантиметр. Жолақшаның ұзындығы неше дециметр? Жолақшаның ұзындығы 1 дециметр. Егер таңдап алған өлшеуіш 1 дециметр таспаудың бойына 10 рет салынса, оның ұзындығы қандай болады? Бұл неше дециметр, неше сантиметр? 10 дециметрде 1 метр бар. 10 дециметр ұзындықтың жаңа өлшем бірлігі 1 метрді құрайды. Яғни 1 метрде 10 дециметр бар. 10 дециметр 1 метр, 100 сантиметр 1 метр. 10 дециметр тең 100 сантиметр тең 1 метрге. Екінші тапсырма: көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендір. 1 метрде 100 сантиметр, 2 метр 6 дециметрде 26 дециметр бар. 6 дециметр 2 сантиметр 62 сантиметрге тең. 39 сантиметр 3 дециметр 9 сантиметрге тең. Салыстыр: 9 дециметр 40 сантиметр. Екеуі тең болады. 1 метр 100 сантиметр. Екеуі тең. 68 сантиметр 6 дециметр 9 сантиметрден кем болады. 4 дециметр 8 сантиметр 48 сантиметр. Екеуі тең. Үшінші тапсырма: есепті шығар. Стадиондағы жүгіру жолының ұзындығы 91 метр, ал спорт залдағы 62 метр. Спорт залға қарағанда стадиондағы жүгіру жолы қаншаға ұзын? Есептің шартын құрамыз. Стадион 91 метр, спорт зал 62 метр. Стадион қаншаға ұзын екенін табамыз. Шешуі: 91-ден азайтамыз 62 метрді, тең 29 метр. Жауабы: спорт залға қарағанда стадиондағы жүгіру жолы 29 метр ұзын. Төртінші тапсырма: 6 дециметр шығу үшін 1 метрді неше сантиметрге кеміту керек? 1 метрде 10 дециметр бар. Бұл 100 сантиметрді құрайды. 6 дециметрде 60 сантиметр бар. Сонда 100 сантиметрден 60 сантиметрді азайтамыз, 40 сантиметрге тең. 40 сантиметрге кеміту керек. Бесінші тапсырма: көрсетілген өлшем бірліктерін түрлендір. 7 дециметр 8 сантиметр 78 сантиметрге тең. 70 сантиметр 7 дециметр 0 сантиметрге тең. Салыстыр: 7 дециметр 9 сантиметр кем 9 дециметр 7 сантиметрден. 5 метр тең 50 дециметрге. Алтыншы тапсырма: қай сынық сызықтың ұзындығы қызыл түсті кесіндінің ұзындығына тең? Яғни қызыл кесінді 11 сантиметр. Бұған жасыл түсті сынық сызықтың ұзындығы сәйкес келеді. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Бастауыш сабақтар арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар.